Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен ең маңызды тақырып ұйқы туралы сөйлесеміз. Жасымыз 50-ден 60-тан асқанда ұйқым азайды, түнде жиі оянамын, немесе таңға дейін дөңбекшіп шығамын деген шағымдар жиілейді. Көбіміз мұны қартайғандық деп қабылдаймыз. Бірақ дәрігер ретінде айтарым, сапалы ұйқы кез келген жаста денсаулықтың негізі. Бүгінгі видеода дәрісіз табиғи жолмен ұйқыны қалай қалпына келтіруге болатынын егжей-тегжейлі айтып беремін. Неліктен ұйқысыздық пайда болады? Біріншіден, мелатониннің тапшылығы. Жасымыз ұлғайған сайын миымыздағы ұйқы гормоны мелатонин аз бөліне бастайды. Кешкі астың ауыр болуы немесе ағзадағы дәрумендердің жетіспеушілігі. Балалардың қамы, немерелердің жағдайы, елдегі жаңалықтар, мұның бәрі жүйке жүйесін шаршатып, миды тынықтырмайды. Дәрігерден 5 алтын ереже. Біріншісі, күн мен түннің теңдігі. Ұйқының режимін сақтау өте маңызды. Күн сайын бір уақытта жатып, бір уақытта тұру миды жаттықтыру. Тіпті демалыс күндері де бұл тәртіпті бұзбаңыз. Жарық гигиенасы. Мелатонин тек тас қараңғыда бөлінеді. Түнде жарық жағып ұйықтау немесе ұйықтар алдында 2 сағат бұрын теледидар көру миды оятады. Түнде бөлмеге жарық өткізбейтін қалың перде қолданыңыз. Кешкі ас мәзірі. Ұйықтар алдында кемінде 3-4 сағат бұрын тамақтаныңыз. Жылы сүт, түймедақ шайы немесе бір уыс грек жаңғағын жеп жатқан абзалырақ. Қою шай, кофе және ащы тағамдар жүйкені қоздырады. Күндіз далада кемінде 30 минут жаяу жүру, бірақ кешкі сағат 20:00-ден кейін ауыр дене жаттығуларын жасамаған жөн. Және де мен сіздерге тыныс алу және жаттығуды айтатын боламын. Дәл қазір бірге жасап көріңіздер. Мұрынмен 4 секунд демалыңыз, 7 секунд ішімізде ұстаймыз, және 8 секунд бойы аузымызбен баяу шығарамыз. Бұл әдіс жүректің соғысын бәсеңдетіп, миды бәрі жақсы ұйықтауға болады деген күйге түсіреді. Және де аяққа арналған ванна. Ұйықтар алдында жылы суға тұз немесе шөптер қосып, аяқты 10-15 минут салып отыру қан айналымын жақсартып, бас ауруын басады және ұйқыны тездетеді. Және де бір тамшы йод қоссаңыз, өте керемет болады. Ұйқысыздыққа дәрі ішпес бұрын табиғаттың сыйын қолданып көрейік. Мына 3 сусынды жазып алыңыз. Біріншісі бал қосылған жылы сүт. Сүтте триптофан атты амин қышқылы бар. Ол миды тыныштандырады, бірақ сүт өте ыстық болмауы тиіс. Екіншісі мята, жалбыз және түймедақ шайы. Бұл шөптер бұлшықетті босаңсытып, іштің кебуін басады. Егер түнде асқазаныңыз ауырлап оянсаңыз, бұл таптырмас ем. Үшіншісі кептірілген өрік пен мейіз тұнбасы. Құрамындағы калий мен магний жүректің қағысын реттейді. Жүрегіңіз тыныш соқса, ұйқыңыз да мазасыз болмайды. Көбіміз ұйқысыздық басталса, бірден ұйықтататын дәрі іздейміз. Бірақ дәрігер ретінде айтарым, ұйқының бұзылуы ағзаның маған көмек керек. Менде маңызды элементтер таусылды деген дабыл қағуы мүмкін. 50 жастан асқанда бізге ең қажетті дәрумендерге тоқталайық. Біріншіден ол магний. Ұйқының патшасы. Магний бұл жүйке жүйесін тыныштандыратын ең басты минерал. Егер түнде аяғыңыз тартылса, бұлшықеттеріңіз селкілдесе немесе жүрегіңіз себепсіз деміксе, сізге магний жетіспейді. Магний бұлшықетті босаңсытып, миды ұйқыға дайындайды. Магнийді дәріханадан бұрын ас үйге үңіліңіз. Асқабақ дәні, қарақұмық, бадам және банан магнийдің қайнар көзі. Кешкі асқа бір тілім қара шоколад жеу де магний деңгейін көтереді. Екіншісі В6 және В12 дәрумендері. Бұл дәрумендер мелатониннің түзілуіне тікелей қатысады. В6 дәрумені күйгелектікті басады. Егер сіз болмашы нәрсеге ашуланшақ болсаңыз немесе уайымшыл болсаңыз, демек В6 аз. Ол балықта, тауық етінде және картопта көп. В12 дәрумені. Бұл жаста В12-ның сіңуі қиындайды, ал оның аздығы аяқ-қолдың ұюына және ұйқының үзік-үзік болуына келеді. Сондықтан жылына бір рет қаныңызды тексертіп тұру өте маңызды. Үшіншісі D3 дәрумені, күн дәрумені деп атайды. Біздің елімізде әсіресе қыс пен көктем айларында бұл дәрумен бәрімізде тапшы. Д дәрумені аз адамдар түнде жиі оянады және ұйқысы өте сергек болады.
Күндіз міндетті түрде 15-20 минут далада күн көзінде серуендеңіз. Ал егер дәрі түрінде ішсеңіз, оны тек таңертең ішу керек. Кешке ішілген д дәрумені керісінше ұйқыны қашыруы мүмкін. Төртіншісі кальций мен калий. Бұл екеуі жұп болып жұмыс істейді. Калий жүрек соғысын реттесе, кальций миға ұйқы гормонын өңдеуге көмектеседі. Ұйықтар алдында бір стақан жылы сүт ішу бұл көне заманнан келе жатқан кальций терапиясы. Сүттегі амин қышқылдары миды тыныштандырып, тәтті ұйқыға бөлейді. Жалпы дәрумендерді қабылдау ережесі: таңертең D3 дәрумені және В тобын қабылдайсыз. Кешке магний мен кальцийді қабылдайсыз. Шөптік емдер бұл біздің халықтық медицинаның алтын қазынасы. Әсіресе жасы 50-ден асқан кісілер химиялық дәрілерден көрі табиғи өнімдерге көбірек сенім артады. Шөптік емдер тәтті ұйқының табиғи кілті. Ата-бабамыз дәрі шөптен шығады деп тегін айтпаған. Егер ұйқыңыз бұзылып, жүйкеңіз сыр берсе, бірден күшті ұйықтатын дәрілерге жүгірудің қажеті жоқ. Олар үйреншікті болып кетіп, кейін сол дәрісіз ұйықтай алмайтын жағдайға жетуіңіз мүмкін. Одан да табиғаттың өзі ұсынған мына емдік шөптерді қолданып көріңіз. Біріншісі түймедақ, ромашка, тыныштық гүлі. Бұл шөптің гүлдері ең қауіпсіз әрі тиімді болып саналады. Түймедақ шайында апигенин атты ерекше зат бар. Ол мидағы мазасыздықты басатын орталықтарға әсер етіп, адамды жайландырады. Бір шай қасық кептірілген түймедақты бір стақан ыстық суға салып, 10 минут тұндырыңыз. Ұйықтар алдында 30 минут бұрын бал қосып ішсеңіз болады. Екіншісі жалбыз, мята және қалампыр, мелиса. Егер сіздің ұйқысыздығыңыз асқазанның ауырлығымен немесе жүректің қағысымен байланысты болса, бұл шөптер таптырмас ем. Олар бұлшықет спазмын басады, қан қысымын аздап төмендетеді және тыныс алуды реттейді. Жалбызды қара шайға қосып емес, бөлек қайнатып ішкен дұрыс. Өйткені қара шайдағы кофеин жалбыздың әсерін жойып жіберуі мүмкін. Үшіншісі валериана, шүйгін шөп, тамырдың күші. Бұл өсімдіктің тамыры ежеден ұйқысыздықтың емі ретінде белгілі. Валериананың әсері бірден білінбеуі мүмкін. Оны жүйелі түрде 1-2 апта ішкенде ғана нәтижесі болады. Оны тым ұзақ ішуге болмайды, себебі ол адамды тым енжар етіп жіберуі мүмкін. Төртіншісі долана, боярышник, жүрек ұйқысы. Жасы 60-тан асқан кісілерде ұйқысыздық көбіне жүрек жұмысына байланысты болады. Долана тұнбасы жүрек бұлшықетін тыныштандырып, қан айналымын жақсартады. Жүрегіңіз бір қалыпты соқса, ұйқыңыз да терең болады. Шөп болған соң оның да өз ережелері бар. Мынаны жадыңызға түйіп алыңыз. Аллергияны тексеріңіз. Кез келген шөпті аз мөлшерден бастаңыз. Егер сіздің қан қысымыңыз тым төмен болса, тыныштандыратын шөптерді абайлап ішу керек. Егер сіз жүрекке немесе қанды сұйылтуға арналған күшті дәрілер ішіп жүрсеңіз, шөптік тұнбаларды қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңескеніңіз абзалырақ. Шөптер дәрінің әсерін күшейтіп немесе әлсіретіп жіберуі мүмкін. Құрметті көрермендер, бүгін біз ұйқының адам өміріндегі, әсіресе 50 жастан асқан адамдар үшін маңызы туралы көп айттық. Дәрумендерге, тыныс алу жаттығуларына, шипалы шөптерге тоқталдық. Есіңізде болсын, денсаулық Алланың бізге берген ең үлкен аманаты. Ал ұйқы сол аманатты сақтаудың ең оңай әрі тегін жолы. Бүгін айтылған кеңестердің ішінен ең болмағанда екеуін, мысалы, ұйықтар алдында телефонды тастауды және бөлмені желдетуді бүгіннен бастап әдетке айналдырыңыз. Нәтижесін бір аптадан соң-ақ сезінесіз. Егер сізді мазалайтын басқа да сұрақтар болса, немесе бүгінгі айтылған әдістердің қайсысы сізге көмектескенін айтқыңыз келсе, міндетті түрде төмендегі пікірлер бөліміне жазыңыздар. Мен әрбір пікірді оқып, жауап беруге тырысамын. Сіздердің тәжірибелеріңіз басқа оқырмандарға да үлгі болуы мүмкін. Осы видео пайдалы болды деп сенемін. Егер ұнаса, лайк батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Олардың да ұйқысы тыныш болсын. Келесі кездескенше денсаулықтарыңыз мықты, көңілдеріңіз таза болсын. Түндеріңіз тыныш, ұйқыларыңыз тәтті болсын. Құрметті көрермендер.